Петропавл әуежайында жиналған халықтың қарасы қалың. Олардың барлығы таэквондодан әлем чемпионы Илья Хванды қарсы алу үшін келіп отыр. Илья бұл мақсатқа жету үшін көп еңбектенді. 24 жасар Илья 6 мәрте Азия чемпионы, бірнеше рет Қазақстан чемпионы атағына ие болды. Енді міне бала кезгі арманы орындалып, әлем чемпионы атанды. Тамыздың 24 мен 30 аралығында Болгарияның Пловдив қаласында таэквондодан әлем чемпионаты өтті. Чемпионатқа 89 елдің спортшылары қатысты. На моей памяти это один из самых больших чемпионатов мира с большим количеством. Бұл өте үлкен жарыс болды. Бұл халықаралық жарыс болғаннан кейін өте жоғары деңгейдегі жарыс болды деп ойлаймын. Чемпион бұл жеңісін ең бастысы ата-анасына арнап отыр. Ильяны 5 жасынан спортқа баулыған әкесі Владимир Хан 20 жыл көлемінде өзі жаттықтырып келеді. Спецтехника это удары, 5 ударов. Спецтехника дегеніміз секіріп тұрып аяқпен 5 рет соғу. Қатысушылардың саны 40-тан асты. Біздің өңір таэквондодан біраз жетістіктерге жетіп жүр. Илья Хван аталмыш спорт түрі бойынша әлем чемпионы атанып жатқан Петропавлдағы 3-ші спортшы. Илья Хванның чемпионатта алған медалі жалпы командалық есепте Қазақстанның таэквондодан 10 мықты елдердің қатарына кіруге септесті.